Конституцияның әртүрлі жерінде, әртүрлі бөлімде, әртүрлі бабында тәуелсіздік, егемендік туралы сөз болса, байқаған боларсыздар, тәуелсіздік, егемендік сөздері әр жерде бас әріппен жазылған. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының негізгі ұстанымы, ол басқа да мәтіндермен, құжаттармен жұмыс жасағанда әрқашанда тәуелсіздік, егемендік сөздерін бас әріппен жазады. Неге? Бұл қасиетті ұғым ретінде қоғамдық санада қалыптасып бекітілу үшін. Қазіргі ата заңмен салыстырсаңыз да, жаңа ата заңда сол үшін де егемендік, тәуелсіздік ұғымдары жиі кездеседі. Біз де осы жаңа ата заңмен, мәтінмен жұмыс жасаған кезде осы ұстанымды қолдандық. Сондықтан жаңа конституцияның негізгі принципиалды осындай көптеген нормаларының авторларының бірі деп Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінде айтуға болады.